Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бенто торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бенто торттың дайындалуын маған үйреткен Айдакон Бейкере. Айдаконге алғысымды білдіремін. Бисквит үшін бізге керегі 2 жұмыртқа, 60 грамм қант, 60 грамм ұн және шым-шым тұз. Осындай ланчбокске біздер саламыз. Құралдың барлығын все для кондитерадан алдым. Парақшасын белгілеп кетемін, қарасаңыздар болады. Ал енді дайындауға кірісейік. Әуелі 2 жұмыртқаны қантпен араластырып миксерлейміз. Жұмыртқамыздың мөлшері S1 категориясында болу керек, және біздің ыдысымыз құрғақ, таза болу керек. Осыған мән беріңіз. Ағарғанша миксерлейміз. Видеодан мұқият қараңыздар консистенциясын. Көрдіңіздер ғой, біздің жұмыртқамен қантты қоспамыз ағарып, көтеріліп жатыр. Жұмыртқаңыздың көтерілуі маңызды процесс болғандықтан мен бұл жерді айналдырмадым. Мастер-класс ретінде көрініп тұрсын деп. Осыған мән беріңіздер. Алпыс грамм ұнды әуелі 30 граммын електен міндетті түрде өткізіп, араластырамыз мұқият. Видеоға қараңыздар, төменнен жоғарыға қарай. Қалған 30 граммында електен өткіземіз міндетті түрде, мұқият төменнен жоғары қарай араластырамыз. Сонымен қатар осы жерде тестіміз басылып қалмау керек. Үлпілдек қалпын сақтауы керек. Сол кезде біздің бисквитімізде үлпілдеп шығады. Біздің дайындаған қамырымыз 2 бенто тортқа жетеді. Сондықтан мен сіздерге кеңесім, егерде кондитерский дүкеннен форма алған уақытта бірден 2 форма алуға кеңес беремін. Мен 1 форма алдым, 1 бисквит пісірейін деп жатырмын. Қатар 2 пісірген жақсы негізінен.
формамыздың диаметрі 10 сантиметр. Духовкада бисквитімізді 170 градуста 15 минут піседі. Шпажкамен тексереміз. Ал енді кремін дайындауға кірісеміз. Бізге 300 грамм творожный сыр, менде кукинг және 150 грамм сливки, 70 грамм сахарная пудра, барлығын миксерлейміз. Қою крем болғанша, барлығының температурасы салқын болу керек. Бұл қоспада 2 бенто тортқа арналған. 2 тортқа жететін крем. Бисквит күшті көтеріледі, қыздар. Осы рецептпен капкейк пісірсеңіз де болады. Қараңыздаршы, үлпілдек, ешқандай разрыхлитель қоспасақ та өте үлпілдек, сондай нежный болып шығады. Бисквитімізге пропитка жасаймыз. Пропитка ол сүт. Қыздар, қарапайым сүт. Бұны маған үйреткен Айдаконге рахмет айтамын. Сүтпен пропитка жасасаңыз, өте сондай сливочный күшті болып шығады. Дәмді болады. Енді жаймен кремімізді жағамыз. Дәл видеодағыдай барлығы. Менде кішкентай спатула болмағандықтан қасықпен жақтым. Өзі кішкентай торт. Одан соң бортигін жасаймыз. Бортик ол біздің начинкамыздың ағып кетпеу үшін. Начинка менде малиновый джем, кәдімгі махеевский. Сіз қолдан да жасауыңызға болады. Сезон уақытында мен үй жақтан таба алмадым. Екінші бисквитімізді үстіне қойып, кәдімгідей тортымызды жинақтаймыз. Осыны маған Айдакон үйретіп жатқанда бір қызық болған. Мен айтам ғой, бұл деген құтапаштай болып керім ғой деп. Шынымен де көбі ойлауы мүмкін, кішкентай торт, оп-оңай деп, бірақ шынымен де үлкен тортты әзірлегенде кішкентай тортқа сондай көңіл бөлуім керек. Бұл торт хит болып жатқандықтан әсемдеудің жолы өте көп. Интернеттен қарасаңыздар болады. Мен тек үйде бар красителмен барымша әдеміледім. Әдемі шыққан секілді. Сіздер ізденіп көріңіздер. Тортты тегістеп жатқаныма мән беретін болсаңыздар, сіздің шпателіңіз таза болу керек. Крем егер болса шпателіңізді, онда артық кремді ол өзіне жабыстырып алуы мүмкін. Сондықтан әр кез тегістеген сайын шпательдегі кремді сіз крем тұрған ыдысыңызға жағып тұру керексіз. Мінекей, біздің бенто тортымыз дайын. Жақындарыңызды өте нәзік, шап-шағын тортпен қуантыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі алда өте пайдалы видеолар шығады. Сау болыңыздар.